Укучылар, бүгін мен сізге үйге іш бермеймін. Ләкин келесі дәрісте контроль іш болашақ. Сізге үйде әзірленерге керек. Дәріс тамам. Бәлки карантин ясарбыз. Исігіздеме? Былтыр карантин болды. Йорты класс дәріске келмеген еді. Ол шақта біз ауырдық бейді. Грипп вақыты еді. Ең мұхимі ауру түгел. Ең мұхимі дәріске йорты классының ғана келу. Әйтик, кімдір сынға қалсын? Мен бұлайда кім сайын сынға қалам. Онға қарап, карантин ясамайлар. Сен өзіңден сыңа қаларсың бейді. Кімніңдір іші ауыртсын. Аха, әкімдір дәрістігін үйден атып қалдырсын. Һәм кейде үйге қайтып кетсін. Бір уақыт мен білем мұндай хәл болды. Мәктепке барғанда тойып йығылдым. Қорықсам, киімім ертілған, пішірақ. Үйге қайтырға туры келді. Міне бит, әмин бір уақыт кеш бойы контроль ішке әзірлендім. Арттырма енді. Шын, үйден уянсам, бош ауырта шатылмай міне. Яғни мектепке бармасқа көшті. Сен ашылғына керекті. Ышанмасаң ышанма, менің ұл контроль ішіні шуынды язасым келген еді. Яғни жібермеді. Сен бұл контроль ішке әзірлен, карантин ясарға керек болмаз. Түні бойы ма? Йоқ, мында бір гіне айол. Карантин. Ненде карантин олар тұр? Апа, бұл темаға тағын бір дәріс бағышына ғалі. Біз контроль ішке әзір түгіл. Бұл тема меңа да қиын тұйылды. Әйдәгіз келесі дәрісіне қабатлауға бағышлайық. Контроль ішін соңырақ ясарбыз.